Ассалам. Нема? Осы ма колесода? Руслан ба? Иә. Қанша болды айда өткен? Алейкум. Қанша болды айда өткеніне? Бір жарты жылдай болды ғой өзімде жүргеніне. Жарты жыл болды ма? Иә. Қалай бұлай нормаль ма? Істететін жерлер көп емес па? Просто қалай іште таксовать еткенге ғой, брачкаға беру керек еді ма? Ол жағынан проблема жоқ. Үстіме учет демесін. Бәрі. Қақтың жүртісінесің? Шудықым. Шудансың ба? Тараздан болмыз. Хош. Тағы да таныс қой, Руслан бол дейсің. Ашы капотын көрейік. Мотор май жемей ма? Таксовать етуге болса жақсы. Жоқ, брат, былай ғой, конкретно. Жоқ, қазақпыз ғой, конкретно. Май жемей ма, конкретно. Просто брачка ғой, ертең анау мынау тағы әңгімесі болады да, онша. Май жемей ма? Басшы газды көрейін. Май жерден баса ма? Базы жоқ, базы жоқ. Базы жоқ. Колесо кеше салдың ба? Иә. Сен біртігіне жоқ, баға ол окончательно 900 емес шығар, енді ол түсетін шығарсың, саудасы бар. Сен өз бағаңды айт. Мен өзім айтам шығады ғой сонда ортадағы баға. Не дейсің енді өзің? Жоқ, 900 окончательно емес шығар енді. Но не оның алдына? Қайсы? Радиаторына. Бұларда решетка болмайды ғой, сол алдындағы. Ау күшін ұрыстей ма? Болды аламын деп күп кеткенсің ба? Оригинал ғой, короче. Ой, нормально все. Есіктер сияқты. Жоқ, брат, былай ғой, мен андай ғой, конкретно аламын да, таза бағасы бір берем 900 енді. Былай қазақпыз ғой, шон қатып маған. Атак, брат, мен товарды өзің көзіңмен көріп тұрсың ғой. Болар жері 800 брат енді. Дай 750 берем. 750, дай брат 750. 800 нормально. 750-ге бер енді. Бір қазақтың баласымыз. Брат, мен Тараздан, сен Шудан. Берші, айдап көрейікші. Бола ма айдап көрсең? Айдай аласың ба? Айдай аласың ба? Өзіңе ма ба? Өзіңіз брачка ба, брачка ба? Бір жақта ба, біресің ба? Қай жақта? Алдыға қарай, задний шатасқа артқа беріп, артқа шығады. Артқа қарай ма? Қайсы задний? Қайсы? Жоқ, мынау қалайынан? Біраз болып бұндай машина айдам ал. Бірі қайсы? Мынау бір ма? Иә. Задний қайсы? Былай ма? Задний бері қарай. Қалай? До конца тарт. Қалай? Былай ма? Бір, мен постоянно не айдап үйреніп қалған ба? Автомат. Брат, мына заднийға түсіп отыр ма? Қайсына түсіп отыр мынау? Иә, солай қарай ғой задний, короче. Қалың ма? Мына задний екен ғой. Алдағы задний. Бұны теппей ма деген нәрсе жоқ шығар бұда? Автомат қой. Бірге, задний да. Ой! Бля! Ебай! Брат, бля, ренжімеші? Ебай! Блин! Задний жа айтып тура. Брат, жоқ сен жоқ ол жерде сен өзің ғой, задний мен ол бір мен екеуі екі түрлі нәрсе ғой. Конкретно өзің түсіндіріп айтпайсың ба, брат? Шатастырып болмады, артқа қарай шығарайын. Просто постоянно автомат айдап үйреніп қалғанмын ғой мен. Брат, дымда болған жоқ, ештеңе болмайды. Жоқ, нормально, брат. Былай ғой, брат, битек. Битекте, в общем.
мына машинаны өзің шығарып не қыла сал, қазірше мен бір жерге барып қайтайын, тағы да бір машина тұр да, соны көрейін. Болмаса мен аламын мен. Вот это вся хуйня. А? Жоқ, қазірше тұра тұрсын, колесо тағы да салсайшы, просто. Да, анау, просто қазір ұрылды ғой, ұрылған машинаны қалай сатып аламын мен қазір бұны? Не айтып тұрған өзің асасынайшы, Жоқ, енді, брат, енді өзің өтсе, сен соғысқан машинаны аласың ба? енді кім соқты оны? Жоқ, енді сен ғой, бұл жерде сенің ошибкаң ғой, тұрсын да сен айтасың, скоростьқа бірге сал, артқа сал деп, сен өзің кінәң ғой, бұл жерде менің кінәм емес қой. Брат, ровно вместе, прям. Да, брат, в общем, да, баста ұртпашы, мен жүрдім, да, жақсы амын ғой. Баста ұртпашы дейді. Бергелі бір, қаяқ ұрасың? Да, брат. Бергелі. Брат, сөзін не қыламыз? Жынды оқығансың, бергелі, қаяқ ұрасың? Брат, қалай аламын мен мынандай машинаң, блядь? Жоқ, сенің кінәң ғой, дұрыс па? Бірмен заднийді шатастырып тұрған. Жоқ, сен конкрет не үшін түсіндірмейсің өзің? Мен саған қазақшалап айтып тұрмын ғой саған, задниймен бір артына деп беріп тұрмын. Брат, енді өзің өлсе, мен қалай мен аламын бұны машинаны? Қалай аламын дейсің? Сен біле. Брат. Кеттегі. Сен бәрі жынды екенсің ғой, брат, сен. Брат, мен жібер, мен кете берейін. Қалай ұрасың? Кете берейін, брат. Нормально ғой? Кете берейін. Жоқ, кімге звонып жатсың? Нет, кім не біреулер тартпақшысың ба, типа? Мен жетім деп тұрсың ба не? Сен жетім деп тұрмын ба? Жоқ, брат, сен өзің... Шақырсаң. Жоқ, конкретно сенің кесірің ғой, дұрыс па? Сен не үшін өзің айтпайсың сен бұл жерде? Жоқ, бірмен сен қалай сен сразу түсіндірмейсің? Мынау былай сал. Мысалы өзім айтып тұрмын ба, автомат айдағам просто. Мен жөнді білмеймін деп тұрмын саған. Все, давай, брат, ренжіме. Брат. Да, брат, мен кете берейін. Сенен ғой кінә негізінде. Давай, бауырым, жүрдім. Да, брат, мен кете берейін. Анан қара, анан бампер не істейміз? Айбалына жынды оқығансың. Брат, менің кесірім емес қой сенің. Сенің кесірің ғой. Бамперін қара, ана. Брат, фигня ғой, жоқ, фигня ғой. Жоқ, фигня зат қой, бауырым. Жоқ, фигня ғой, бауырым. Колесо болса басқа біреу алады ғой, не істейсің мен? Сен вообще бір түрлі адам екенсің. Давай, брат, мен жүре берейін. Брат, ренжіме, брат, жүре берейін. Брат, жүре берейін мен. Жайсыз ұқпайсың ба не? А? Жайсыз ұқпайсың ба не? Брат, енді кешіресің да ештеңе болмайды ғой, брат. Қалай кешіресің? Сен кешіретінім, егер сен нахуй істеген нәрсең не қылып тұрсаң, сен нахуй менің кінәм емес, сен өз кінәң нахуй ары бер деп нахуй дір етіп сықырып тұрсың мына жерде. Қуады екенсің ғой, брат. Жоқ, енді конкретно қанша деп тұрсың, ал жарайды. Онда жоқ, 800 деді, да, онда 750-ге алайын онда, бересің. 800 на басқа, одан төмен жоқ саған. Мен жаңа берсем ба деп ойлағам, сен мынадан мен бергім келмей саған басқа. 800-ге де бергім келмей қалды саған. Былай ғой, братшы, мына жердеші, мынандай да. Камера түсіп отыр да біз. Пранк қой, брат, ренжіме, пранк қой, брат. Ой, брат, ренжіме, бауырым, пранк қой просто. Мына машинаның конкретно 800 дедің ғой, енді андай біреудің несіне кіріп, ондай нәрсе жоқ біздеші. Конкретно 800 дедім ба, мен 800 теңге машинаны сатып аламын, бауырым ше. Мына жерде. Сен натуре екенсің ғой. Жоқ, ренжіме, брат. Ерте анау балалар шақырып, не болған дейміз. Конкретно сатып аламын машинаны. Мен мына жерде, мен жаңа санап шыққам. Ерде ровно 500. Қалғанын, брат, Каспиймен жіберіп, машинаны сатып аламын, общем. Ренж жоқ па? Осы жерден өзің айдап кете бересің бе, бамперін салып ұрады. Жоқ, оны істете саламыз ғой. Номеріңді айтып жібер. 707. Ерасыл ма? Түсін ба? Келсі ба? 800 болса 800 мың.
Nerede? Assalamualaikum. Ne жерде, брат, саған 4, 47, 48, 49, 50. Nerede, брат? Брат, керек емес. брат, уақытыңды алдым ғой, бауырым. Ha, жоқ. Жоқ, ал, жоқ, брат, конкретно. Жоқ, брат, конкретно ал. Жоқ, брат, конкретно мына әр қазақ жалғызым ғой, бауырым. Тағы да ренжіп болмасын, бауырым. Мына 50 мың өзіңе подарок саған. Ренжі. Неде бұл? Инстаграмда? Инстаграм. Руслан Амир десең, Инстаграмға саламыз. Қанша подписчигің бар? 530 мыңдай бар қазір. Сәлем жолдап қой. Брат, былай ғой ерде ренжіп болмасын, конкретно. Ренжішің жоқ қой, осы жерде. От души 50 мың, 850 мың алып тұрмын, почти машинаның, примерно. Ренж жоқ па? Конкретно ренжіп болмасын. Тағы бер десең, тағы берем, бауырым. Жоқ, брат, бол. Сабыр. Все, от души, брат. Машинаңды сатып аламын. В общем, өзім айдап кетесің ғой? Өзім айдап кетем. Техосмотр жүр. Давай. Брат, в общем, мынандай қойшы. Маған негізі машина керек жоқ, жалпы айтқанда ше. Да, битек 850 мың бердім, дұрыс па? Иә. Да, жарты басын аласың ба 400 теңгеге. Камера тұр ғой, елдер тұр ғой, сырт тұр ғой. Да, қайтадан жарты басы чтобы 400 теңге сен ұтылмайсың. Яғни ары кетсе, ана жерің қай 100 мың кететін шығар. 300 мың на бар да, өзің қалаған бағаңа сатып жібере аласың зато. Мен просто несе мен машинама 75 мың бар ғой мен. Ренж жоқ па? Сөйтіп алсаң, зато от души 400 теңгеге. Қайтып сатамын. Аласың ба? Сата аласың. Так 400 берем бе осы жерде? В общем, 400 бересің, қаласың. Бола ма? От души, брат, түсінгенің рахмет. В общем, машинасын өзіне қайтадан 400 теңгеге сатып жібердім. 850, яғни бұл жігіт қатты ұтылып тұрған жоқ. Сол себеп дұрыс түсінесіздер деп ойлаймын. Аман болыңыздар. Жақсы, бауырым. Ренжіп болмасын, қалған басы ренжіп болмасын. Ақшам бермейсің ба? Еще кетіп таратсың ба? Әбден састырдың ғой адам. Да, 400-ін бере сал маған. В общем, жақсы. Давай, брат, береке. Все, аман бол. Ренжіп болмасын басы. Бұны айдап кете берейін бе? Все, брат, машина сенікі ғой, кете бер. Все, жақсы. Достар, ешкім ренжіген жоқ. Осындай да пранктар болады енді арасында. Қалай ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, рахаттанып көріңіздер, басқа не дейміз, аман болыңыздар.